Қазіргі уақытта дағдарыс орталығында 57 қызмет алушы тұрып жатыр. Оның 19-ы ересек кәмелет жасқа толған азаматшалар. Жалпы орталықтың негізгі мақсаты ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа және қатыгездікке ұшыраған жандарға арнайы әлеуметтік қызмет көрсету. Орталықтың негізгі сыйымдылығы 50 төсек орынға жабдықталған. Жалпы орталықта тұру уақыты 1 айдан 6 айға дейін. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың көрсеткіші кейінгі осы пандемия басталғаннан бері 2 жылдың ішінде артты десек болады. Бұрынғы кездері мысалы 1 жылға көрсеткіш 180 адам қамтыса, қазіргі уақытта өздеріңіз мәлімет айтып өткендей, 270 қызмет алушы қабылданды ағымдағы жылы. Оның 85-і ересек азаматшалар болса, оның 185-і кәмелет жасқа толмаған балалары. Яғни көрсеткіш 70%-ға көтерілді. Бұл центрге жаз айында шілденің 5 күні түстім, 3 баламен. Мұнда бізді келгенде бірінші жақсы қарсы алды. Ең біріншіден психологиялық көмек маған өзіме жақсы көмектесті. Психолог іштегі бүкіл травмалармен жұмыс жасадық. Келгеннен бері жағдайым жақсарды қазір. Өте жақсы деп айтсам болады. Балдардың жағдайы жақсы. Қазір бұрын баста келген кезде агрессивный болатын, бір-бірімен ұрысы бұра беретін, бір-бірін ортаға бейімделе алмайтын. Қазір жақсы. Садикке барады, осында садик бар.